Құрманбаев Сабыржан Жасұланұлы отбасы Күрleуітке Омбы облысының Тавричанка ауданындағы Байтұяқ ауылынан 1962 жылы сәуір айында көшіп келген. Руы Ағыс. Онда Сабыржанның туғанына 4 ай болған. Балалық шақ Күрleуітте өтіп, тәрбие алды. Азамат болып жетілді. Бала кезінде түс көріп, апасына, ата-анасына айтып отыратын. Апасы, айналайын түсіңді басқа ешкімге айтпа. Менің енемнің бойына біткен емшілік қасиеті бар кісі дейтін. Емшілік қасиетін 37 мүшелінен кейін мойындап, емшілік жолына түскен. Емшілік жолын Көкшетауда бастаған Сабыржан, әр күні адамдарға жақсылық жасаумен басылатын Сабыржан қоғамдық жұмыстармен де айналысады. Мүгедектер үйіне, жетімдер үйіне мүмкіндігінше көмектесіп тұрады. Күрleуіт туралы кітапқа бас демекші болған ардақты ағамызға бір қошеметтеріңіз болсын, ардақты ағайын. Міне, туған жерін сүйетін азаматтар дәл өзіңіздей болсын. Міне, ауылыңызға қош келіп жатырсыз. Бір ауыз ізгі тілегіңіз болса мархабат ендеше. Қымбатты осы жерде отырған ағаларым, қарындастарымыз, осы жерде отырған қария әкелеріміз, аналарымыз, жеңгелеріміз отыр. Мақтаныш, елдің мақтанышымыз, намысымыз. Мен осы жиналғаннан бәрін айтып келетірім. Бірлігіміз бен тірлігіміз бітпесін. Бір-бірімізге сыйлығымыз бітпесін. Отырған кісілерге, үлкен қариядарға, ағаларымызға әдемі сіздерге кәрілік берсін. Бірақ бүгінгі жастарыма, інілерімізге айтатын бір тілегім. Осы жерде Серік Құрманбайұлы, Тайлон ағамның баласы. Қайдасың? Серік, саған аманат. Осы мынаны әделеп шығарып едік. Әделеп. Осыны енді ту қылып, сенде болсын туымыз. Күрleуіттің туы болсын. Енді 5 жылдан кейін тағы да бір жиналып, одан басқа бір ту болсын. Елімізді ұмытпайық. Аман болайық. Күрleуіт елінің тарих туралы үлкен кітап жазылды деп жатырмыз ғой. Ендеше сол кітаптың авторы өздеріңіздің қыздарыңыз Орынбаева Әсия Біржан қызы. Өзіңізге марапаттау алғыс хатын тапсыруға рұқсат етіңіз. Әсия Біржан қызы 1956 жылы 5 қыркүйекте бұрынғы Көкшетау облысы Қызылту ауданы Күрleуіт ауылында дүниеге келген. 1973 жылы 10 жылдықты бітіріп тәмамдағаннан кейін еңбек жолын мектепте мұғалім, аудандық Қызылту және Красное Знамя газеттерінде аудармашы болудан бастаған. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. 1987 жылдан баспа саласында республикалық мектеп, 7 жарғы, экономика, Қазығұрт баспаларында редактор болып қызмет атқарған. Аударма саласында да тәжірибесі мол. Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі Назерке 1996 жылы және Қызғаныш 2001 жылы атты 2 кітабы жарық көрген. Күрleуіт туралы кітапты шығаруға мұрындық болып, жазып, жастарға мұра болып қалатын кітапты дүниеге әкелген жазушымыз. Өздеріңіздің осы топырақтан шыққан жазушы қыздарыңыз, қошеметтеріңіз ардақты ағайын. Ал бәрекелді, осы елдің атын шығарып, қаламыңыз қарымды болсын дейміз әрқашанда. Сөзіңіз жүйрік болсын. Бір ауыз осы елге келген осы керемет көңіл күйіңізбен бөлісіп. Қымбатты ауылдастар, құрметті қонақтар, бүгін осында жиналып отырған адамдардың бәрінің де кіндік қанымыз осы жерге тамған. Осында туып өскен, балалық шағымыз өткен, жастық шағымыз өткен. Осы елден түлеп әрқайсымыз өз орнымыз тауып, тағдырдың тауқыметімен соңғы кезде жан-жаққа тардай шашырап кеткен түлектеріміз осы Күрleуіттің. Бүгін міне мына ұйымдастырушы іні сіңілеріміздің арқасында басымыз қосылып жатыр. Аллаға шүкір деймін. Осы қайта айналып келетін күн болсын әрине. Осы кездесуді ұйымдастырған Бибігүл
бибігүл бастаған ұйымдастырушылық тобына менің алғысым шексіз. Ал енді осы сөз бергенді пайдаланып, мен сол өздеріңіз айтып отырған кітаптың презентация дейді, тұсауын кесіп жіберсем деп ойлап тұрмын. Бірінші рет бибігүл сіңіліміз мені осы күлеу чатына қосқанда сұрадым, бұл нені мақсатпен қосып жатсыңдар, түпкі мақсаттарың қандай деп. Сонда бибігүл айтты, былтыр мына Малғар ауылы осындай адамдар жиналып осындай үлкен іс-шара өткізген, бізде сондай басымызды қоссақ деп ниетіміз бар деп. Содан риза болдым әрине. Сондай үлкен сойластырып жүрген осы Қаршадай бибігүлге. Содан кейін ойладым, бибігүл өзінің ұйымдастырушылық қабілетін көрсетіп жүр. Басқалар да қолынан келгенше көмектесіп жатыр. Менің қолымнан не келеді, мен ауылыма не бере алам деп. Менің қолымнан келетіні жазу. Содан кітап жазайын деп сол кезде ойладым. Бірақ ішімде кішкене сенімсіздік болды. Өйткені мен кітаптың басқа ауылдың адамдар туралы тізімді жазу, түгендеу, естеліктер айту, ауылдың анау Алтыбақан, Ақсүйек, ой, сондай бір жүліксіз түрлі ойындары, олардың бәрі қолдан келеді. Бірақ ауылдың тарихына мен өте мақұрым демесем де, осал болатынмын. Ол жағын қалай болар екен деп ойланып жүргенде, бір күні Қисмат ағамыз чатқа қосылып, тарих туралы сөз қозғай бастады. Сол жердегі менің қуанышым айтып жеткізгісіз. Көктен іздегенім жерге табылғандай болды. Содан кейін емін-еркін кірістім кітапты жазуға. Одан кейін Серікбай ағамыз шықты. Серікбай ағамызда шешілі көкірек осы екі ағамыз көп дерек берді. Ауыл туралы ұмытыла бастаған мәліметтерді осы кісілер берді. Содан кейін шабыттанып, мен деген 3 айдың ішінде жазып шықтым. Бәрі өздеріңіздің көз алдарыңызда өтті. Күрлеу чат арқылы бәрін өздеріңізге баяндап отырдым. Қалай жүріп жатыр, қалай барысы қандай деген сияқты. Сол 3 айда жазылып шықты. 2 ай типографиялық жұмысын атқардым. Алматыда жатып. Ақыры кітабымыз жарық көрді. Енді кітапты мен жазғанмен, ол ұжымдық кітап, естелік кітап болды ба? Жалғыз мен автор емеспін, шығарушылар ұжымы. Серікбай ағамыз бар, Қисмат ағамыз бар, мен бар, содан кейін ұйымдастырып жүрген бибігүл сіңіліміз бар. Қазір Алла жаса біраздан кейін қолдарыңызға тиеді, содан кейін ақтарып қарайсыздар. Кем кетігі болса жастыра жаба жарасыздар. Бұл біздің Күрлеуіт ауылы туралы шыққан тұңғыш кітап. Ең маңыздысы сол. Бұдан кейін біздің артымыздан ерген жастар тағы да кітап жазады деп ойлаймын. Сол кітапты жазаймын десе, не жазамын десе де, осы кітапты басшылыққа алып, содан арман қарай жалғастырып кете берулеріне болады. Бұл жағынан мен үлкен мақтаныш сезіміне бөленемін. Сол енді сіздердің өтінерім, кітапты алғаннан кейін бір қарап шығып тастай салмаңыздар. Бастан аяқ бір рет деп осы оқып шығыңыздар. Сіздерден үлкен өтініш. Сол менің еңбегімнің ақталғаны деп білем. Біраз мәлімет аласыздар өздеріңізге. Құпия болып келген, ұмытылған. Сондықтан оны Күлбарам Шадатовна интеллигенцияның өкілі осы ұйымдастырушылардың арасында жүрген өз қолымен сіздерге таратып береді. Осы бүгінгі жиналып отырған іс-шарамыз ойдағыдай өтеді деп сенем. Талай жылға көкіректерімізде бір ұмытылмас естелік болады. Сол естеліктерді талмап, Күрлеуіт ауылымызды ұмытпай, бір-бірімізбен кездескен жерде сәлемімізді жу болып, аман есен, ғұмырлы болыңыздар, бақытты болыңыздар, табысты болыңыздар. Содан кейін айта кетейін дегенім, алғашқы кезде енді қаржы мәселесі бойынша мен ойладым, кітапты шығарып, ең қаржыға келіп тіреледі ғой. Мен банктен кредит алып шығарайын деп ойладым. Содан кейін әкеліп сатып, өзім сата алмаймын, сату деген мен қолымнан келмейді. Осында орындай мүмкін сұлуды сатқызарымын, сөйтіп ақшасын жинап алармын, қайтарып алармын деп ойладым.
сөйтіп жүргенде Бибігүл сөйлесіп, мына Сабыржан ініміздің үлкен жүректі жомарт ініміз, алғысым шексіз, табысың арта берсін, еселене берсін, отбасында бақытты бол, барлық деген армандарың орындалсын, алғысым шексіз. Осы үш азаматын ауылымыздың сіздерге үлкен жақсылық тілеймін. Сол менің айтайын дегенім. Рахмет. Мына кітапымыз мінекей. Мынау кітаптың мұқабасы мына жерге баннерге шығыпты. Оған да қуанып жатырмын көріп. Алтыбақаның суреті бар. Неге десеңіздер, біздің Алтыбақаның қазіргі тілмен айтқанда біздің ауылдың фишкасы. Осы майда талай ауылдар бар, қазақ ауылдар бар. Ешқай ауылда осындай Алтыбақан болған емес. Осы ауылдағы адамдар естелік айта бастаса, Алтыбақанды айтады барып. Алтыбақанға баратын едік, жастық шағымыз Алтыбақанның басында өтеді деп. Менің өзімде сондай жағдайда басымнан өткенбіз. Тамағымды ауыртты. Сондықтан осы Алтыбақанды салғыздым. Художник, суретші жігіт, мұқабасы жігіттің соңынан қалмай жүріп, әйтеуір осындай шықты. Игілігін көріңіздер, игіліктеріңізге жарасын осы кітап. Мынау сізге, осы сізге деген. Мына екінші кітап сол біздің Қаратерек ауылының әкіміне кім береді екен? Біреу табыс етсін, Күрлеуіт ауылының атынан деп. Жақсы. Қошемет соғып, кітаптың авторын шығарып солай қырды тағайын. Келесі аудан әкімінің алғыс хатымен Шапенова Бибігүл Төлеген қызы марапатталады. Бибігүл Төлеген қызы 1967 жылы 1 ақпанда Көкшетау облысы Қызылту ауданы Күрлеуіт ауылында дүниеге келді. Киров 8 жылдық және Херсон орта мектептерін аяқтап, Омбы қаласына оқуға түсті. Кейін Малқара ауылында Шафенов отбасына тұрмысқа шығып, қазіргі күнде Екібастұз қаласында тұрады. 2 ер бала тәрбиелеп, 3 немере сүйіп отыр. Қазір Екібастұз қаласында Қазығұрт ательесінде 10 жылдан аса жұмыс істеп келеді. Бүгінгі шараны өткізуге ұйымдастырушы болып, көп үлесін қосқан жан. Күрлеуіт туралы кітапты шығаруын ұйымдастырып, әр жақтан ақпарат жинап енгізген апамыз. Өздеріңіздің қыздарыңыз, қошеметтеріңіздерді тағайын. Ауылдастар, менің ән шашуым бір өлең сіздерге. Бірге қосыласыздар.
рұқсат етіңіздер ардақты ағайын. Ассалаумағалейкум. Қадірлі көпшілік, бүгінгі тойларыңыз, бүгінгі жиындарыңыз қайырлы құтты болсын. Мен Шапаев Саққозының тұрғынымын, тумасымын. Совет үкіметі кезінде сіздердің жақаш ағаларыңызбен қатар Совет үкіметінің кезінде Шапаев Саққозында ауыл советтің председателі болып істеген адаммын. Қазіргі күні бір себептермен осында келеді. Жақын адам ғана келеді ғой осында. Бүгін осы жиынға келіп отырған осы елдің тума азаматтары кешегі жақсы бала атамыздан тараған ұрпақтар келіп отыр осында. Сол жақсы баланың балалары, Махамбеттің балалары, Қабыл Жапардың балалары келіп отыр. Омбы жақтан, Омбыдан, Астанадан бәрі осында әдейлеп атпасын тіреп отыр. Жаңағы орталарыңызға шыққан қыз бала, менімен бірге билеп шыққан қыз бала, ол Қабыл Жапар аталарыңыздың қызы, жалғыз қызы Бибінұр. Мен соның жолдасымын. Әдейлеп тойларыңызға келдік. Бұл өте жақсы мәдениетті, мәні бар той. Келер ұрпағымызға үлгі боларлық той екен. Жаңағы айтып шыққан ұйымдастырушы адамдарға көп рахмет айтқым келеді. Жаңағы кітапты шығарған авторларға, соған атсалысқан адамдарға көп рахмет айтқым келеді. Осындай тойды жасап, осындай жиынды жинау көп ауылдың қолынан келіп жатыр. Келмей жатқандар көп. Бірақ келіп жатқан ізгі істің иелері осы сіздер екенсіздер. Сіздер бақытты, ғұмырлы болыңыздар. Келер ұрпақтарыңыз аман болсын. Бұлай деп бір айтқан екен. Аттың басын ауыл жаққа бұрмасаң, ақсақалға сәлем беріп тұрмасаң. Ауыл жаққа аттың басын бұрмасаң, ақсақалға сәлем беріп тұрмасаң, ағайынның адал малын ұрласаң, қазақпын деп айтпай қой бауырым. Туған жердің ту сыртынан жүрмесең, туралықтың тура жордан кірлесең, туырлықтың кигізіге кірмесең, қазақпын деп айтпай қой бауырым. Табан тіреп тұра алмасаң қиынға, теңге менен тиын тұрсам миыңда, тапқыр сөзді айта алмасаң жиында, қазақпын деп айтпай қой бауырым. Арақ ішіп ақылыңды уласаң, арғы асыл тегіге тартып тумасаң, пәле қусаң, ата жолын қумасаң, қазақпын деп айтпай қой бауырым. Қызың кессе желкілдеген тұлымды, ұлың өссе бұрқыратып шылымды, айырмаса қодық менен құлынды, қазақпын деп айтпай қой бауырым. Аталы сөзді құлағыңа ілмесең, ана тілін менсінбесең тілдесең, абайдың бір жырын жатқа білмесең, қазақпын деп айтпай қой бауырым. Тыңдасаң сен әшем әнің сәмсінің, тәттім беттің тәтті күйін жансырын, тұнбас егер жүрегіңді тамшымың, қазақпын деп айтпай қой бауырым. Елің жүрсе қиыннан қысылып, бауырың жүрсе қаңқып қайыр сұрап ұсырып, мінгеніңмен мәшиненің тәуірін, сипаған мен сұлулардың сауырын, қазақпын деп айтпай қой бауырым деген екен. Қазақ болайық. Осы айтылғандардың бәрі құлағымызда болсын. Келер ұрпағымыз бақытты ғұмырлы болсын. Көп рахмет. Қара сөздің қаймағын қалқып ішкен қазақтың мынау нағыз абыз ақсақалдарының бірі алдарымыздағы мынау кереметтей бүгінгі қонағымызға бір қошемет соғып қойыңыздар шардақ ағайын. Шіркін, осындай ағаларымызды көргенде, біздің де осындай ақсақалдарымыз бар екен дау деп бір біздің де рухымыз көтеріліп қалатыны белгілі. Ал енді ардақ ағайын, осы елдің, осы тойдың басы қасында жүрген Күрлеуіт ауылының тумаларына келесі ақтілектің құттықтаудың сөздің кезегін берейік деп отырмыз. Арнайы тілек айтайық, құттықтау айтайық, осы елге лебізімізді білдірейік деп арнайы ниет қылып отыр. Қошемет. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгінгі дұға тойымыз қайырлы құтты болсын. Барлықтарыңызға қайырлы болсын айтайын. Сол жаңа үлкендер айтып отыр ғой, ерекше айтатын мұнда Серікбай атамызға, Қисмат ағамызға,
Әсия апамыз, Сабыр ағамыз, сіздерге көп рахмет. Істеген еңбектеріңіз үшін мынау бізге еске алып бәрін ертеде не болып не қойған, сол жастарға үлгі болсын деп рахмет сіздерге. Соның ортасында мына ұйымдастырушылар бар. Ол кісілердің жұмыстарында еңбектері көп болды. Ол кісілердің де рахмет. Соның арасында ерекше айтатынымыз өзіміздің Бибігүл қарындасымыз. Бері қарай жақындап кетсеңіз. Бәріміздің басымызды қосып, осы ұйымдастырып, мына елімізге әкеліп дұға беріп жатырмыз. Мынау ата-бабаларымыз да бір аунап түсіп жатқан шығар, мыналар бізді ұмытпапты екен деп ұрпақтары. Соны енді мына Бибігүл қарындасымыздың арқасында біз де бір аунап алдық. Еліңе саулық берсін. Осындай іс-шарада жүргенде алдында бол. Жанұяңда бәрінде бақыт болсын, балалар, немелердің қызығын көр. Сол мынау біздің Квен әулетінен, Квендердің қажының ұрпақтарынан аздаған сыйлығымыз бар еді қарындасымызға. Соны рұқсат етсеңіздер. Міне отырған бізді бәріміз Квен әулетінің, Квен қажының немерелеріміз. Мынау бізге Квен қажының жиен, мынау міне Квен қажының туған немересі. Міне бәріміз танымағандар міне. Бибігүл кішкентай мынау сыйлығымыз, сосын бәріне ұйымдастырып еткенде. Мынау енді біздің көйлегіміз өзі таңдағанын алсын. Жиеннен туған шөберелері, қазақша айтқанда жиен шарлары бүгін міне орталарыңызға келіп отырған Аружан қызымыздың әдемі қазақтың қасиетті Құрманғазының кешегі ізіндей болған, Динаның жалғасындай болған күйін тартып өтеді. Қарсы алыңыздар ендеше. Бәрекелді. Бұл ол қошеметтеріңіз. Тағы да айтамыз ба? Осы елдің қадірлі ақсақалы сол кісінің мынау жиен шарлар екен келіп отырған. Ата бабасының нағашыларының еліне келіп отыр қадірменді ағайын. Бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтын
екінші бақытым тілім менің тау жүректен тіліммен тілімдедім кейде де дүниемен түнілсем де қасиетті тіліммен тілімедім бақытым бар үшінші отан деген құдай деген кім десе отан дер ем оты сөнген жалғанда жан барсың ба ойланбай-ақ кел дағы отан менен үш бірдей бақытым бар алақанда мені мұндай бақытым жаратар ма үш күн нұрын төгеді аспанымнан алты той артылған алатауға Ай, бәрекелді. Қошеметтеп қойыңыздар. Болашақтар жарқын болсын. Осы елдің мақтаныштары болсын. Рахмет өздеріңізге. Қай жер ұнайды сол жерге отырыңыздар. Үлкендер жүзе қараттау шығарып. Ауылға келіп ас беріп жатырмыз. Сол міне табақ жасап жаңада кигіз үйлерге, кигіз үйге сыймағандар далаға отырып жатыр міне баяғыдай. Бәрінің көңіл күйі жақсы. Қуанышпен бәрі жүгіріп қуанып. Өстім шаңына аунап еркеле ұядан ұштым қатайды қанат ертере асығып алда бақытым күтіп тұрғандай армандар асқақ қиялдар қилы жетеле қаланың мынау тамаша сайран сауығы жолдарын жуған нөсерлер жылы жауыны бәрі де ғажап сағынған кезде бірақта аңсарым ауыл іздедім сені ауылым ауылым аңсадым әппақ таңыңды тұнық кешіңді алма бағыңды өзіңе барып қуып сағымды іздеймін бала балғын шағымды
Мен Қостанай облысынан келіп отырмын. Мына Квен әулетінің кім төлеген атамыз ғой енді. Соның ұлы Ғабдулланың екінші әйелімін. Өте жақсы, өте ұнап маған. Не айтам енді, аспандарың ашық болып, осылай тойларың тойғалатай берсін, денсаулықтарың зор болып, осылай кезет болай берсін, қуаныш болай берсін. Бәріңізге зор денсаулық, бақыт, аман болыңдар. Я покажу кола. Я буду кола. Кого ты ударили? Я была сама. Ой, ребенок, не подходи, пожалуйста, больно. Бесплатная медицина, я подписку айраңыздар, қалғандарын сосын аласыздар. Ағамыз алады. Алимжанов. Алимжанов. Рамазан, молодец, молодец, Сергей, пойдет. Удардан. Котор. Все, тычок. Удар должен быть. Вверх, как шел, не идешь так. Қолды байқа только. Білек на бірге көтер. Ұрсын жарайды. Жарай, тұрайын. Откуда он приехал? Көкшетау. Молодец, Олжас. Жестко намаз. За ним вставай. Именно сосын туда ортаға ал. Зажмись сюда. Понял? Енді садись на колено. Қолды көргенде былай емес. Бүкіл денемен ұр. Екеуін ұрып отыр ма? Бір тықыл, бір удар. Жілікті көтеріңкі. Одновременно сосын. Удар, яны түскенде бірге болу керек. Бір тықыл, бір удар. Анда жерге тиіп тұра басса. Қорқма, бер. Жүрек керек. Тартықпанма ударды. Как шел, солай алсын қолы сол жерде. Дұрыдадың, зачем?
Маден, самат кыбес. Самат кыбес. Самат. Все, бейте. Все. Ашуламаңыздар. Саматқа бер, саматқа. Самат. Вкус почувствовал? Давай. От души. Қолын көтер. Болды. Ваня. Сен де ұрған жоқсың? Орам. Еште ұқсайсың. Бұл жерде көрсетпей қойын енді. Баяғымен қопырмай қойын. Күннің арқасында орған. Қынаны сындырған талай жүрісті көрді. Қайда. Ана жілік жатсың. Ана жілік десе, ана жілік болмайды. Осы бойға. Ана жілік. Мамадым, мұнан берім бе? Тақал тауып ал. Тақал қалай білмей қалған. Тағы біреуін берем. О, мынада бар. Балташында бар. Несі бар? Алла жазса. Енді бір соқ. Анжақты суыттар үшкер. Осы жүрген жастар бар ма? Келсін жақында. Кел бері. Ұялып тұра берме анда. Кел, сендер береді. Лепша? Балта маленький. О, мына ұрған жігітіне. Айналып кетпесін әлі Балта кішкентай. Все, следующий. Ушел. Сейчас потом дадим. А, я не люблю такие. Что надо? Неше жілі көз? Болды. Рәмбек! Мен күресейсейді құландырды. Ама бұрт бер. Береги, балта жаман. Куда уходит? Ал ордукка. Шишка болмағаны. Давай, аккуратно, дамақ не сделай. Бұрында. Мен ойыншы. Шуден, шудар конкретно. Жоқ, жарайды. Шудардың орайын давай. Жоқ, шудар. Олжас. Анжақты суықтар мұқтарышқа дейін. Адам. Все, айтесің үйім ол. Үйімі балта мен жарғы болады, екіні кесе. Вот так. Наоборот. Вот так. Вот так. Вот. Удар жілікке кетті. Нормально. Землю болса да жілікке кетті. Перевод. Оп. Соқ. Валюм білесің. Жоқ, мынаны лучше былай істе. Мынаны былай істе. Вот так надо. Енді мынаған наман бар. Мынаны кішкене қалдыр побольше. Ілінгендей. Осыны алақаның артында. О, хорош. Кішкентай тықылда 3 рет хороший удар. Артында
Жігіттер тұр. Давай! Россия! Көтер білетті, выше. Көтермейсің. Жарайды. На первый раз пойдем. Қай жақта? Yürüyor, bası balta getir ondurma. Şu bas. Yürü o basmayın. Ana udar var. Ha bro. О, мына біледі екен. Теорияны жақсы біледі екен. Практиканы біледі. Жена, что ты захочешь? Vurdun be. Hadi подожди. Ну разведчик топор. Ей, осторожно, ты чё, он дай. Шеген май шот қалды. Шеген деді. Еще немножко. О, Нардин, давай. Иди. Все уже. Одна. Давай, делай. Делай до конца. Еще раз, сейчас. Давай еще раз. Ай, мало. Еще не все начал. Дос набрал, дай там. Жастарға бер. Надо снимать. Ну, не байқа. Жолдастарың бар болса, апарып беріңдер. Жеріне қалып келейін. Сәке, пятым. Ал, сәке, пятым заходи. Ал, бесеу, төртеу, бесеу. Поехали!
ағалар, тәтелер, ортаға жиналамыз. Міндетте қазір сыйлық ойындарымыз бар, приздарымыз бар. Сондықтан бақтарыңыз жақсылдаңыздар. Сәлеммен ойнатамыз. Дайын ба? 1, 2, 3. Давай, kızlar, tartın, kızlar, давай. Молодец, давай. Kapısız kalay aytkan Hayran babam Kız össe yıldın körkü degen sözdü Kapısız kalay aytkan Hayran babam Namusun berme üçün Жатқа қолдан Arular az boldum ay Atқа қонған Ерліктің қосқан аты деп білемін Аяулы әлиямен мәншігімді Ерліктің қосқан аты деп білемін Аяулы әлиямен мәншігімді Сүймеген сен азамат па Көңілің тәрізді аппақ азамақта Бірін айтта лайықсыз Қазақтың қызы деген ажабатқа Бірін айтта лайықсыз Қазақтың қызы деген ғажабатқа Ең алғашқы сыйлықтың иегері болды. Алғашқы сыйлықтың иегерін шақырып жіберейікші апамыз. Ой, бәрекелді, келіңіз ортамызға. İşte билеп. Тамаша, бәрекелді. Міне, ал осындай өзінің өнеріменен осы ортаны жандырған анамызға бүгінгі ұйымдастырушылар алқасының атынан, той алқасының атынан тамаша сыйлығымыз бар. Осындай тойдың көркіп жүре беріңіз, апа. Қонақтарымызды шақырамыз. Ал апамыз айтам деймі, апамыздың әнінен кейін. Желер группасына Дуғол Шабалақ ағайын. Ал бастаймыз, міне. Нені білесіңдер ме? Аңсап жүрем, аңшынезін, аңсап жүрем туған ел. Қымбатмаған Тыңғаттан туған ер Өзіңе жеңгенген Өмесей Билеп алағай Жүрегім дүрсіз қағадай Білмейтіндерді қайдан Кешіл өлімді Болып қолқырымда шалқадым Айдынында шағалаң боп қалқыдым Гүлім болып жайнап өскен жайлаудай Бұл болып айналадым алтыным Bir götküzüp talay günde balşaran Sumaktın ay sözleri sağın
Самал болып аймаладың алтыным алтыным лап жылдақты тау суын қағаса бөлушеді жан сырын ойғалмасқа кеттіңерге сол күннен сайрандым ғой қайда жүрсің алтыным алтыным сыйлықтарымыз бар, бәрін береміз. Әжелеріміз келіңіздерші мына жаққа, әжелерді шақырамыз. Жоқ, айтады, қазір әжелерді шақырайықшы, бері қарай келіңіздер кәне. Бір әжелердің ортасында бір сайыс болсын. Апам келе жатыр. Ал, жақсы, ал, енді бір 5 әже керек маған. Сыйлық алып келеді мына жерден. Келе, о, міне келмесеңдер мына жақтан. Жазушы апамыз. Енді сіздердің ортынан бастайсыңыз тұрады. Анашым шалқап болсан, кете береміз. Ал, олай болса, аналарымыз дайын болса, 3-ке дейін санауға мен санайын. Ал, олай болса, әнші апамыздан бастайды. Әрбірін бастайды. Тамаша. Одан кейін өзіңіз. Жалт етіп қарағаның елге дәрі өшіркі әйде міне нұржан малың-ай ай бәрекел тамаша бірінші турдан өтіп кеттіңіз. Ал ары қарай жалғастырып береміз. Өзіңіз дайындалып тұрған бір әніңіз бар шығар. Әрпінен басталатын. Иә. Анашым шалқып бөлесең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыртылғайды, көңілім ортаймайдай. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Болды. Тамаша. Ал, ары қарай. Адам басайды. Мына кісі әлі ойланып тұр ғой бұл жерде. Оның мына жақта айтты ғой апа.